2024 жылдың 1 наурызынан бастап елімізде сағат ауысады. Жыл бойы қазақстандық ғалымдар мен түрлі салалардың сарапшылары Қазақстан аумағында бірыңғай уақыт белдеуін белгілеу мәселелерін зерттеді. Зерттей келе олар қазіргі сағат адам денсаулығына зиян екенін анықтады деп хабарлайды ел кезеті ақпарат агенттігі. Бүгінгі таңда Қазақстанда УТС+5 және УТС+6 екі уақыт белдеуі қолданылады. Осы жылдың ақпан айында қазақстандықтардың неғұрлым қолайлы уақыт белдеуіне көшу туралы бірнеше рет өтініштеріне байланысты ведомствоаралық жұмыс тобы құрылған. Жұмыс тобының құрамына кіретін әртүрлі институттардың ғалымдары УТС+6 уақыт белдеуі табиғи күн уақытына сәйкес келмейтінін растап, денсаулыққа теріс әсер ететінін анықтады. Енді сарапшылар ағзаның биологиялық сағаттарын сақтау үшін бүкіл ел бойынша УТС+5 бірыңғай уақытына көшуді ұсынып отыр. Бұл жөнінде сарапшылар мен ғалымдар орталық коммуникациялар алаңында талқыға салды. Сауда және интеграция министрлігі техникалық реттеу және метеорология комитетінің төрағасы Қуаныш Елікбаев қазіргі уақытта еліміз екі уақыт УТС+5, УТС+6 белдеуінде екенін атап өтті. Бірыңғай уақыт белдеуіне көшудің пайдасы. Сарапшылар бұл өз кезегінде денсаулыққа оң әсер етумен қатар бірыңғай уақыт белдеуін белгілеу өңірлер арасындағы уақытша кедергілерді жоятынын айтты. Бірнеше жыл бойы бір топ азамат уақыт мәселесін көтеріп жүрді. Елімізде жалпы Шығыс Қазақстан облысы болмаса қалғандарында табиғи уақытпен айырмашылық бар. 1 сағат және бірнеше сағат есебімен, ал Қостанайдың аудандарында 2 сағатқа дейін жақын. Сол себепті осы мәселені көтеріп жүрген азаматтар біраз дауласып облыстық әкімшілікті сотқа да берді. Сондықтан да осы тақырыпты әлі күнге дейін көтеріп жүр. Мамандардың айтуынша бұл мәселе бойынша әлем елдерінде үлкен зерттеулер жүріп жатыр. Қазақстанның бір уақыт белдеуіне көшуі жөнінде үкіметтің тиісті қаулысы ашық НКА порталында жарияланды. Құжат 22 желтоқсанға дейін дауысқа салынады. Егер қазақстандықтар оны қолдаса, Астана, Алматы, Шымкент және республиканың 12 облысында сағат тілі өзгереді. Астана, Алматы, Шымкент қалаларының Абай, Ақмола, Жамбыл, Жетісу, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облысы, Түркістан, Ұлытау, Шығыс Қазақстан облысы әкімдіктері 2024 жылғы 29 ақпаннан 2024 жылғы 1 наурызға қараған түні жергілікті уақытты 1 сағатқа артқа ауыстырсын делінген құжатта.